Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі сабағын өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің күн тәртібім. Сабақта бүгін сендердің меңгеретіндерің хабарлы, сұраулы және лепті сөйлемдерді құрастыру, сурет бойынша сөйлей білу, мәтінді мәнерлеп оқу. Ал балалар, сабаққа дайынбыз ба? Онда бастайық. Балалар, бірінші жаңа сөздермен танысайық. Жина. Анасы Бағланға үйді жина деп айтты. Түс. Қазір түс уақыты. Бұл сөздерді сіздер естеріңізде сақтап қалуларыңыз қажет. Енді тақырыпқа сай бейнематериалдармен танысайық. Алан, маған үй тапсырмасын орындауға көмектесе аласың ба? Әрине. Қане қарап көрейін. Мінекей. Менің күн тәртібім тақырыбына мәтін жазу керек. Керемет тақырып. Сен өзің күнде жасап жүрген ісіңді тізіп жазуың керек екен. Хабарлы сөйлемдер жазғаның дұрыс. Ол сонда қандай сөйлемдер, Алан? Бір ақпаратты хабарлау мақсатында айтылатын сөйлемді айтамыз. Хабарлы сөйлемнің соңына нүкте қойылады. Ал сұраулы сөйлемде бір ақпаратты сұрау мақсатында сұрақ қойылады. Сұраулы сөйлемде сұрақ белгісі қойылады. Лепті сөйлемде ақпарат қуанышты көңіл күймен не басқа бір эмоциямен жеткізіледі. Лепті сөйлем соңына леп белгісі қойылады. Түсінікті. Ендіше, өз күн тәртібің туралы жаза ғой. Мен таңертең сағат 7-де тұрамын. Жаттығу жасаймын. Жуынамын. Төсегімді жинаймын. Сосын тамақтанамын. Одан кейін мектепке жаяу барамын. Сағат 8-де сабақ басталады. Жарайсың, Дана. Ал енді сен түскі уақытың туралы не жаза аласың? Мен түскі асты мектептен келгеннен кейін ішемін. Ары қарай достарыммен ойын алаңында ойын ойнаймыз. Енді кешкі уақыттағы күн тәртібің туралы жаз. Жарайды. Мен кешкі сағат 5-те үй тапсырмасын орындаймын. Кешкі астан кейін мен ата-анама үй жұмыстарына көмектесемін. Теледидар көремін. Сағат 10-да ұйықтаймын. Тамаша. Үй тапсырмасын орындадың. Енді әрдайым осылай күн тәртібін. Балалар, сіздерге бейнематериал түсінікті болды деген ойдамын. Ал енді көрген бейнематериал бойынша тапсырмаларды орындап көрейік. Бірінші тапсырма. Берілген сөйлемдерді тыңда. Сұраулы сөйлемдер мен лепті сөйлемдерді ажыратып сәйкестендір. Мен сөйлемдерді оқимын. Сіздер соған байланысты сөйлемнің қай түріне жататынын көріңіздер. Бірінші сөйлем. Қандай керемет тақырып. Екінші сөйлем. Ол сонда қандай сөйлемдер? Үшінші сөйлем. Үй тапсырмасын орындауға көмектесе аласың ба? Төртінші сөйлем. Тамаша. Бесінші сөйлем. Түскі уақытта не істейсің? Балалар, бұл тапсырманы орындауға сізге аз уақыт берейік. Кейін тапсырманы шешімін бірге шешеміз. Жарайсыңдар, балалар. Сіздер бұл тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Ал енді тексеріп көрейік. Қандай керемет тақырып? Қалай ойлайсыздар? Сөйлемнің қай түріне жатады? Бірінші, несіне назар аудару керек? Әрине, тыныс белгілеріне назар аудару қажет.
Қандай керемет тақырып, қандай тыныс белгілерімен аяқталған? Әрине, бұл сөйлем лепті сөйлем. Екінші сөйлем. Ол сонда қандай сөйлемдер? Бұл сөйлем сұраулы сөйлем. Өйткені сұрау белгісі тұр. Үшінші сөйлем. Үй тапсырмасын орындауға көмектесе аласың ба? Қалай ойлайсыздар балалар? Қандай тыныс белгісімен аяқталған? Әрине, сұрау белгісімен аяқталған. Сондықтан сөйлем сұраулы сөйлемге жатады. Тамаша. Бұл сөйлем лепті сөйлем. Түскі уақытта не істейсің? Бұл сөйлем сұраулы сөйлем. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырманы дұрыс жасады деген ойдамын. Балалар, келесі тапсырманы сіздер өте жақсы орындайсыз деген ойдамын. Екінші тапсырма. Сөйлемдердің соңына тиісті тыныс белгілерін қой. Сөйлемдерді мұқият оқиық. Дауыс ырғағына сай тыныс белгісін тауып көрейік. Сен қаншада оянасың? Мен сағат 7-де тұрамын. Тамаша, керемет күн. Лепті сөйлемнің соңында леп белгісі қойылады. Мектепте сабақ қаншада бітеді? Сіздерге осы сөйлемдерді орындауға уақыт берейік. Тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Ал тексеріп көрейік. Сен қаншада оянасың? Әрине, біз сұрап тұрмыз. Сол үшін сұрау белгісі. Мен сағат 7-де тұрамын. Біз хабарлап тұрмыз. Сол үшін хабарлы сөйлем, сондықтан нүкте қойылады. Тамаша, керемет күн. Біз толқып көңіл күйімізді жоғары, көңіл күйімізді айтып тұрмыз. Сол үшін леп белгісі. Лепті сөйлемнің соңына леп белгісі қойылады. Біз хабарлап тұрмыз. Сондықтан соңында нүкте қойылады. Мектепте сабақ қаншада бітеді? Біз сұрап тұрмыз. Сол үшін біз сұрау белгісін қоямыз. Бұл тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді біз үшінші тапсырмаға да жақындап келдік. Үшінші тапсырмада біз мәтінді дауыс ырғағына келтіріп, рөлге бөліп оқимыз, тапсырмаларды орындайды екенбіз. Ал бірге оқып көрейікші мәтінді. Дана, Саша, сен қай күні демаласың? Менің демалыс күнім жексенбі. Демалыс күнінде мен анама көмектесемін. Киноға достарыммен барамын. Кейде әжем мен атамның үйіне барамын. Маған демалыс күні ұнайды. Демалыс күні қандай тамаша уақыт? Балалар, сұраққа жауап беріп көрейік. Сашаның демалыс күні қай күн? Сашаның демалыс күні жексенбі. Дұрыс, балалар. Саша демалыс күні не істейді? Дұрыс жауап береді деген ойдамын. Саша демалыс күні анасына көмектеседі. Өте дұрыс, балалар. Жарайсыңдар. Бұл тапсырманы да өте жақсы орындадыңыздар. Міне сонымен сабақтың соңына да жақындадық. Ал енді өзімізді тексеріп көрейік. Жаман және жақсы іс-әрекеттерді анықтап көрейік. Мен сөйлемдерді оқимын. Сіздер бұл жақсы әрекет пе, жоқ жаман әрекет пе екенін тауып көріңіз. Мен сабақтан қалмаймын.
Мен сабақтан қаламын. Таңертең ерте тұрамын. Таңертең ерте тұрмаймын. Таңғы асты уақытылы ішемін. Таңғы асты уақытылы ішпеймін. Сіздер дұрыс жасады деген ойдамын. Ал енді дұрыс жауабын көрейік. Мен сабақтан қалмаймын. Жақсы іс-әрекет. Мен сабақтан қаламын. Жаман әрекет. Таңертең ерте тұрамын. Жақсы әрекет. Таңертең ерте тұрмаймын. Жаман әрекет. Таңғы асты уақытылы ішпеймін. Жаман әрекет. Таңғы асты уақытылы ішемін. Жақсы әрекет. Балалар, бүгінгі тақырыбымыздың соңында бүгін біз менің күн тәртібімен және лепті, сұраулы және хабарлы сөйлемдермен таныстық деп ойлаймын. Сіздерге сабақ өте ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.